Алла Тағаланы зикр етудің артықшылығы. Ан Джабир радиаллаху анху анна наби саллаллаху алейхи ва саллам қал: "Мен қала субханаллахи ва бихамдихи, ғурисат лаху нахлаху фил джаннати." Раваху Тирмизиюн ва қала хадису хасан. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам былай деп айтады: Кім шын жүрегінен Субханаллаху ва бихамдихи, яғни Алла Тағаланың кемшіліктен пәк, барлық мақтау оған тән деп айтса, жәннатта оған бір құрма тал отырғызылады деген. Хадис Жәбірден имам Тирмизи риуаят етеді. Тағы хадисте: мен Исра Ми'раж кешінде Ибрахим алейхиссаламмен кездестім. Ол маған: "Ей Мұхаммед, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Үмбетіңе менен сәлем айт. Олар үшін жәннаттың топырағы торқа, шырын су, жазық дала, оның көшеті Субханаллахи, вальхамдулиллахи, ва ла иляха иллаллах, Аллаху акбар. Яғни, Алла Тағала кемшіліктен пәк, барлық мақтау Аллаға тән, Алладан басқа тәңір жоқ, және Алла Тағала ұлық деген сөз. Осыны хабарла деді. Хадисті Абдулла ибн Масғудтан имам Тирмизи риуаят етті. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына хадисті тағы айтады: тазалық имандылықтың жартысы. Альхамдулиллах, Алла Тағалаға мақтау болсын сөзі мизан тарасын толтырады. Субханаллахи ва бихамди, Алла Тағала кемшіліктен пәк, және барлық мақтау тек оған тән сөзі аспан мен жердің екі арасын толтырып көркейтеді деді. Абу Малик Ашқариден имам Муслим риуаят етеді. Абу Хурайрата радиаллаху анху былай деп Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламнан естіп мына хадисті риуаят етті: кім әр намаздың соңында Субханаллахны 33 рет, яғни Алла Тағала кемшіліктен пәк, Альхамдулилля 33 рет, Алла Тағалаға мадақ, Аллаху акбар 33 рет, Алла ұлық деп, кейін 100-шісінде Ла иляха иллаллаху вахдаху ла шарика лах, лахул мүлік, ва лахул хамд, ва хуа аля кулли шайин қадир десе, оның күнәсі теңіздің көбігіндей сапырылысып жатса да кешіреді деді. Қорытындылап айтсақ, Алла Тағаланы еске алып, жүрегіңізді тыныштандырып, ақыретіңізді нұрландырыңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.